Саламатсыздар ма 6 сынып оқушылары? Қымбатты балалар, бүгін мен балаң жарық күнде сәуле қылған бөлімі бойынша әдебиет сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Оралхан Бөкей тортай мінер ақбозат әңгімесі. Сіздердің алдарыңызда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шыныбекова Әлия Балатайқызы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты балалар әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Бағалау критерийлері: сюжетке композициялық жоспар құрады, тақырып бойынша берілген кестені толтырады, әңгіме мазмұнын талдайды. Балалар, өткен сабақта қандай әңгімемен таныстық? Дұрыс айтасыңдар. Сайын Мұратбековтің Жусан иісі әңгімесін өткен болатынбыз, балалар. Олай болса, бүгін миға шабуыл әдісін қолдана отырып, балалар, өтілген шығарманың мазмұнына байланысты құрастырылған сөз жұмбақты шешіп көрейік. Олай болса, сөз жұмбақ сұрақтары мынадай, балалар. Бірінші, Сайын Мұратбековтің Жусан иісі шығармасы қандай жанр? Келесі, Аян халық ауыз әдебиетінің қай түрін шебер айтушы еді? Жусан иісі шығармасының басты кейіпкері кім екен? Сайын Мұратбеков қай өңірде дүниеге келді деп ойлайсыңдар, балалар? Аян сауаттанғансын не істеді? Аянның ұстазы кім? Оқиға қай жерде болған? Енді келесі сөз жұмбақтың сұрақтары, балалар. Жусан иісі шығармасының авторы. Аян Асылбек қартқа аяғын салдырғанда қандай қасиет көрсетті? Аянның досы кім? Аянға көмек көрсеткен кім? Балалар, кімнің үйінің қасына жиналып ертегі айтушы еді? Ал енді балалар, берілген сұрақтар бойынша сөз жұмбақты шешіп көрейік. Олай болса, сөз жұмбақтың дұрыс жауабына назар аударамыз. Бірінші сұрақ, балалар. Сайын Мұратбековтің Жусан иісі шығармасы қандай жанр? Прозалық жанр. Екінші сұрақ. Аян халық ауыз әдебиетінің қай түрін шебер айтушы еді? Ертегіні. Дұрыс, балалар. Келесі. Жусан иісі шығармасының басты кейіпкері кім, балалар? Аян. Келесі сұрақ. Сайын Мұратбеков қай өңірде дүниеге келген? Талдықорған өңірінде. Келесі сұрақ, балалар. Аян сауаттанғансын не істеді? Хан. Келесі, балалар. Аянның ұстазы кім? Иманжанов. Келесі сұрақ. Оқиға қай жерде болған? Жусан төбеде болған. Енді келесі сөз жұмбақтың сұрақтарына жауаптарымен таныса кетейік, балалар. Жусан иісі шығармасының авторы Сайын Мұратбеков. Екінші сұрақ. Аян Асылбек қартқа аяғын салдырғанда қандай қасиет көрсетті? Төзімділік қасиетін көрсетті. Келесі. Аянның досы Есікбай. Аянға көмек көрсеткен кім болатын? Асылбек. Балалар, кімнің үйінің қасына жиналып ертегі айтушы еді? Бапайдың үйінің қасына отырып ертегі айтатын, балалар? Дұрыс, балалар. Барлығымыз сөз жұмбақты дұрыс шештік. Енді осы сөз жұмбақта ерекше тор көзден қандай жазушының атын байқадыңыздар? Дұрыс, балалар. Оралхан Бөкей. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкей ағамыздың тортай мінер ақбозат атты әңгімесі. Алдымен, балалар, Оралхан ағамыздың өмірі мен шығармашылығымен таныс болайық. Оралхан Бөкей жазушы, драматург. 1969 жылы Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. 1965-68 жылы Шығыс Қазақстан облысының Үлкен Нарын ауданында Еңбек туы газетінде корректор, аудармашы, редактордың орынбасары, Шығыс Қазақстан облысы коммунизм туы, әдеби қызметкері, кейін Лениншіл жас газетінде бас редактор болып жұмыс атқарған болатын. Сонымен қатар Оралхан Бөкей туындылары неміс, славян, болгар, ағылшын, венгер, араб, Қытай, Жапон және ТМД елдерінің тілдеріне аударылды. Оралхан Бөкей
көркемсөз өнерінің хас шебері. Оның туындыларында форма жағынан ерекшелік басым. 1976 жылы Оралхан Бөкей «Құлыным менің» пьесасы үшін Қазақстан Республикасы Жастар сыйлығының лауреаты, 1978 жылы Найзағай ізі повестер мен әңгімелері үшін Островский атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтың лауреаты, 1986 жылы біздің жақта Қыс ұзақ повестері мен әңгімелері үшін Абай атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты наградаларына ие болды. Оралхан Бөкейдің Үндістанға барған шығармашылық іс сапардан оралмағанын көпшілік біледі. Делиде 1993 жылы 17 мамыр күні көз жұмды. Балалар, Оралхан Бөкей ағамыз туралы біз біле бермейтін 10 дерек бар. Сол 10 дерекпен таныса кетейік. Балалар, Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығымен таныстық. Сонымен қатар, біз біле білмейтін 10 дерекпен танысып, біраз Оралхан Бөкей туралы мәліметтер жинақтап білдік, балалар. Ендігі кезекте бүгінгі тақырыпқа қатысты сөздікпен жұмыс жасайық. Нар жалғыз өркешті асыл тұқымды ірі түйе. Күренсе саздау жерге шығатын шабындық шөп. Олар таудың биік шыңдарын мекендейтін түсі сұрғылт, еті дәмді ірі құс. Жемтір болу, жұлма, арса, яғни ескірген деген. Балалар, Оралхан Бөкей ағамыздың Тортай мінер Ақбозат атты әңгімесін талдау мақсатында кім көп біледі алаңында бақ сынасып көрейік. Олай болса, бірінші тапсырмамыз, балалар, сюжетті композициялық жоспар құру. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Дескриптор оқиғаның басталуын анықтайды, оқиғаның байланысын анықтайды, оқиғаның шиеленісуін анықтайды, оқиғаның шегін анықтайды және оқиғаның шешімін анықтайды. Ал енді, балалар, осы тапсырманың дұрыс жауабымен танысып кетейік. Шығарманың композициялық құрылысы. Оқиғаның басталуы салық салған ауылының көрінісі. Оқиғаның байланысы Тортай мен Ораштың достығы. Оқиғаның шиеленісуі Тортайдың үйінен кетуі. Оқиғаның шарықтау шегі Тортайдың түсі. Және ең соңғы оқиғаның шешімі Тортай мінер Ақбозат менің тақымымда кеткенде еді. Екінші тапсырма тақырып бойынша соңғы сөзді мен айтайын кестесін толтыру. Үзінді. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салатын. Тау арасында жылтылдатып от жағып, ән шырқағанда
Лаулаған жалын бақсыдай тілін жаламдатып күй шертіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер, балалар, күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 уақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап ойнап жүргеніміз. Дескриптор. Үзінді бойынша нақты сұрақ қойылады, сол сұрақ жауап арқылы өзіндік көзқарас жазылады. Келесі кезекте 3-ші тапсырмамыз әңгіме мазмұнын талдау. Әңгіменің авторы, тақырыбы, идеясы. Дескриптор. Әңгіменің авторын анықтайды, тақырыбын анықтайды, идеясын анықтайды. Енді осы әңгіме мазмұнын талдау тапсырмасының дұрыс жауабына назар аударамыз. Әңгіменің авторы Оралхан Бөкей, тақырыбы жетім өмірі, идеясы жас бозбаланың биік арманының соғыс салдарынан орындалмай қалуы. Балалар, сонымен бүгін не үйрендік, не білдік? Әңгіме неге Тортай мінер Ақбозат деп аталған деп ойлайсыңдар? Тортай қандай бала? Сенің ойынша жағдайы болып оқығанда ол кім болар еді? Егер де балалар, сендер Ораштың орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Шығарманың сіз үшін тәрбиелік мәні қандай болды? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс бере кетейік. Бүгінгі сабақтан не түсіндік, не түсінбедік, қандай қиындықтар кездесті? Үйге берілетін қосымша тапсырма, автордың орнында болсаңдар, тас күркеде қамыққан Тортайға қандай ақыл кеңес берер едіңдер деген тақырыпта хат жазайық балалар. Ал балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.